Сәлеметсіздер ме? Бүгін өздеріңізге жалбыз және жалбыздан жасалған жалбыз шайының қандай ролы бар деген мәселе үстінде біраз тоқтала кетейік. Енді жалбыз халқымыз үнемі қолданып жүрген дәстүрлі дәрілік өсімдіктердің біреуі. Жалпылғанда суғырайлы, ыстықты қайтару, таралғыш тұмауларды, бас ауруды, көз қызару, дене қызуын, жұтқыншақ көмекейдің ісінуі, тістің түбінің ісініп ауруы, тері бөртпесі, маса шіркейдің шағуы, сулы темекі секілді жақтарда көптеп қолданылады. Жайшылықта жалбызды шай орнында тұтынуға болады. Көңілді сергіту, бауырды жадырату жақтарында, көзді нұрландыру жақтарында өте тамаша ролға ие. Алайда жалбызды халқымыз ежелден бері тек қана кептіріп, құрғатып пайдаланып келе жатыр. Енді жалбызды бұдан басқа да пайдалану жолдары бар ма жоқ па дегенде көптеген әдістер арқылы жалбызды мәнерлеп пайдалануға болады. Мұнда біріншісі жалбыздың тек қана жапырағын талдап, теріп алып, тазалап, жуып шайғаннан кейін бәсең отпен қазанда ұзақ баяу қуырып құрғатып, жапырақтар бүріскеннен кейін қолменен уқалап, бейін әлгі базарларда сатылатын көк шай секілді қоңыртқын баран түрге келтіріп алып, ұзақ уақыт сақтауға да болады. Одан басқа жалбызды жаңағыдай жолменен жапырақтарын теріп алғаннан соң жуып тазалап, қасқанға қойып, улап, микробсыздандырып, былайшасын айтқанда мәнерлеп, соның кейін салқын жерде жел қақтырып, уқалап, кептіріп сақтауға немесе тұз араластырып, кесек тұздарды құмыраларға сақтап қойып пайдалансақ та болады. Бұдан басқа жалбызды осындай түрлі әдістер арқылы кептіріп, шай орнына дырып ішуге немесе ақ шай ретінде сүт қосып ішуге де болады. Енді осы жалбыздың түрлі жақтарда қолдануы бар. Әдетте жалбызды бір күнде ішетін мөлшері 3 граммнан 9 граммнан көп асып кетпеу керек. Бұл жалпылғанда мына сыртқы белгілерді ыстықта, желді айдауға, жұтқыншақ көмекейді майлауға көбірек қолданылады. Бұдан басқа да мына ыстық тұмауларға кейбір дәрілік өсімдіктермен қосып пайдаланса болады. Мәселен, бірсалар, екпе қаралөң, қатарлармен жалбызды мына ұшқат гүлі дейді, қоңырауға шөп деген секілдермен бірге қайнатып ішсе, ыстықтан болған тұмауларға пайдасы тиеді. Қызылша сыртқа шықпаған кезде, жөтелген кезде де жалбызды мына тұт жапырағы, аштөріктің дәні, ошағанның тамыры, ошағанның тамырын талқандап пайдаланамыз. Оның кейін шатырбас шөп, қоңырау гүл секілділерменен лайықтап септеп қайнатып ішсе, қызылшаның алғашқы кездердегі қызып жөтелгеніне өте пайдалы келеді. Ал енді жалбыз жапырағы қандағы майды түсіреді дейтін сөздер бар. Осылай бола ма болмай ма деген мәселе келгенде жалбыз қандағы майды төмендетеді. Өйткені жалбыз жапырағының құрамында жалбыз майы тектес заттар болады. Бұны әдетте арнаулы алып жалбыз майын шығарып жатыр қазір. Боқы жеңеу дейтін нәрселер бар. Бұл енді мына мұрынға тамызуға, денеге жағуға, кейбір жарақаттарға істетуге келеді. Осы жалбыз майы қандағы май құрамын науқастар жөнінен айтқанда белгілі дәрілік құнға ие. Алайда жалбыз қан қысымын төмендетеді деп қате түсініп жүрген адамдар бар. Жалбыз қан қысымын түсірмейді. Егер де жалбызбен қан қысымын төмендетуге тура келетін болса, онда мына ұшқат гүлі, бұташаған, ошаған қатарлармен бірге істесек, онда оның белгілі өнімі болуы мүмкін. Ал енді осы жалбызды тек қана өзін бұқтырып іше бермей, жалбызға біз кейбір дәрілік өсімдіктерді сәйкестіріп, оның суық табиғатын бейтараптауға да болады. Жалбызбенен жем-жемілді және алақатты қосып ішу арқылы оның суықтық қасиетін белгілі бейтараптап, қоңыр салқын күйге табиғатқа өзгертуімізге де болады. Одан басқа да түрлі әдістер арқылы жалбызды шай демдеп бақтырып ішу арқылы түрлі жайсыздық белгілерін жақсартуға қолдануға болады. Мәселен, жалбызды жаңа айттық, ұшқат гүлі, ошаған сияқтылармен біріктіріп, желғұздан, ыстықтан болған тұмауларды емдеуге болады. Иісті тамыр, кепіс, дағыр балдырған секілді шөптермен біріктіріп, желғұздың ыстығын өрлеуінен болатын бас ауыру, көз қарауыту қатарларға да қолдануға болады. Бұдан басқа да шатырбас шөп, шұғынық, аю балдырған сияқтылармен бірге қолданып, бауырдың бұйығуы, желдің жүрмеу қатарларға да істесек болады. Ал енді жалбызға бақбақты қосып ішу арқылы да ыстықты қайтару, уытты айдау, кейбір түйіншектерді, барт ісіктерді қайтаруға болады. Сондай-ақ желғызды айдап, ыстықты қайтару, ашқазанды қуаттандыру, тамақ сіңіру қатарлы жақтарға да істетуге болады. Мұнда кейде осыған басқа да және басқа өсімдік түрлерін қосып істетуге болады. Бұл жерде бір көңіл бөлуге тиістісі дәрілік өсімдіктер жөнінде айтылған мәселелер. Көкбауыр әлсіздігі бар, дене қуатында суық күшті адамдар бұл секілді нәрселерді байқау керек. Сонымен бірге жалбыздың тітіркендіргіштік ролы болатындықтан мына жүкті әйелдердің тұтынуына болмайды. Сондай-ақ жалбыздың омырау сүтін қайтару ролы болатындықтан әдетте омырауда баласы бар адамдар, сондай-ақ өте кішкене жас балалардың бет албаты өз бетіменен жалбыз осындай ыстық қайтарады екен деп істетуге болмайды. Мәселен, бауыр қызметі толық болмаған адамдар, зат алмасу дұрыс болмаса, мұндай адамдарда жалбызды бет албаты пайдалануына болмайды. Әдетте 3 жастан төменгі балалардың ас қорытуы толық жетілмегендіктен жалбыз суын бет албаты ішкізу дұрыс емес. Соның кейін мына операциядан кейінгі науқастарға да қызу өріледі деген атпенен жалбызды ішкізуге болмайды. Өйткені ол жарақаттың бітуін баяулатуы, кілегей қабықтардың бетін тітіркендіру арқылы кейбір жайттер тудыруы мүмкін. Сондықтан бұл мәселелерге де көңіл бөлу керек. Әдетте сау денелі адамдар лайықты мөлшерде ішу керек.
Эгерде артык мөлчөрдө ичетін болсо мында бас ауруу, жүрөк айнуу секилди маселелер туулуу мүмкүн. Анан кийин жалбызды мына ашкарында ішүүгө болот. Жалбызды ашкарында ичетін болсак, кышкылдын бөлүнүү чыгуу себебинен аскордууда асказан жайсызданатын жайттер болуп мүмкүн. Жалбыз адетте жабылганда суу курайлы өсүмдүккө жатат. Сондуктан анын райында өзүндүк адамга жасайтын балык бар деген сөз. Сондуктан салкын райлы ыстыкты кайтаруу, ыстыкты төмөндөтүү тәсилдери аркылуу колдонгон кезде де муну адамдардын жагдайына карай байлануу керек. Жаз күндөрү маселен бас айнаруу, ыстык өтүү, шөлдөө секилди жогору температуралуу жагдайларда жалбыз чай ордунда бактырып ичүүгө болот. Жабылганда жалбыз кызуу, сууктан коркуу, бас ауруу сыяктуу ыстык тумоонун алгачкы белгилеринде колдонулат. Жуткунчак көмөкөй ауырган кезде, ыстыктан кургаган кездерде жалбызды колдонууга болот. Бул жерде мына жалбыз менен тикен тушкатты кызыл мыяны косуп байланса өнүмү типти көрүнөктүү жакшы болот. Бөрткөндөрдү басуу, кышыганды кайтаруу, маселен массажге чаккан кезде жалбыз суу менен жуу катарлы адистерди колдонууга болот. Жалбыз адетте баурду кубаттандыруу, жабыркаууду басеңдетүү жактарында баурду жадыратууда өтө жакшы өнүмдүүлүккө ээ. Бирок бул жерде кээ бир нерселерге де көңүл бөлгөн дурус. Эгерде жайсызданатын ичкенден кийин мындай жагдайлар болсо дереу доктурга көрүнүү немесе дене кубатынын арыктылыгына карай ылайыктуу мөлчөрдө байлануу керек. Әсіресе көк богур асказан әлсиздер абайлап иштетүү, ачы өтөтүн, сууктан коркатын секилди ауру белгилери барлар колдонбаган дурус. Адетте жалбыз суу ыстыкты кайтаруу, салкындатуу, урукту серпилтүү, мыйды сергитүү, жуткунчак көмөкөйдүн жайсыздануун басеңдетүү, ас кортууду жаксартуу, абуздун сасыгын басуу, бул жерде сасыгын басуу убакыттык болот. Жалбыздын өзүндө бир түрлү дезинфекциялык ис жоюу ролу болот, бирок ал түбөсөл маселе эмес. Осы мәселелерді дұрыс жақтан қолдану. Әдетте жалбыздың чылайтын судың температурасы өте жоғары болмау керек. Әдетте 60-тан 80 градус төңірегінде болса болады. Ондағы ұшпа майдың активтігін білдіріп кетеді. Өте қайдақ тұрған су. Сабағымыз осыраға дейін болсын. Сау саламатта болыңыздар. Жалбызды пайдаланып жүріңіздер.